Жаңа ғана сөз сүлейі әулие жырау Мұрат Ақын Мөңкеұлына орнатылған ескерткіштің ашылу рәсіміне куә болдыңыздар. Ал қазір есімі аспандап кеткен ерекше дарын иесі Табылды Ақынның рухына тағзым етпекпіз. Ұнатады шыңда көңіл шырқауды, таулары жоқ, төбемізден бұл тауды, толағай боп туылмадым әттең ай, Атырауға әкелермен бір тауды. Шыңдармандап, төбесі көк сүзгілер, экраннан Эверестке үздігер. Обанадыр, адырларды төбедеп, төбелерді тау деседі біздің ел. Бірегей композитор, біртуар ақынды еске алу үшін ол білім алған Ару Алматыдан және еліміздің өзге қалаларынан достары, қаламдастары қатынасып тұр. Құттықтау сөз Атырау облысы әкімінің бірінші орынбасары Серік Жамбылұлы Шапкеновке беріледі. Қадірменді ағайын, жаңа Мұрат Мөңкеұлының ескерткішін асу барысында атап өткен елімізде, соның ішінде Атырау облысында, міне қазір өзіміз куә болып отқан Дендер ауылында елбасымыздың бағдарламасы рухани жаңғыру іске асып жатқанына куә болып отыр. Бұл екі ескерткіште халықтың ойында жүрген, көптен күткен ескерткіштер еді. Міне, егер Табылды ағамызға келетін болсақ, 9 жылдан кейін ортамызға мүсін болып оралып отыр. Әрине, адам баласы өмірден өткеніменен оның артынан қалдырған іздері ешқашан суымайды. Жаңа Мұрат Мөңкеұлының зар заманның ақыны ретінде өзінің сол кездегі азаттыққа, тәуелсіздікке, болашаққа деген ойларын жас ұрпаққа өзінің ақындығымен жеткізген болса, біздің Табылды ағамыз сол өз заманының жаңа үрдісі бар өнерін ортаға алып келіп, қазақтың бірінші барды. Соның ішінде тек қана қарап отырып, оны көшіре алу емес, көзін жұмып, оның өзінің отты жырыменен, жалынды әуеніменен әкелді. Міне бүгінгі болып жатқан екі іс-шарада да өзара үйлестік бар. Біз болашақ жас ұрпақтар еліміздің тәуелсіздігіне ерінбей еңбек еткен ұлы тұлғаларымызды, ағаларымызды әрқашан ұлықтап жүруіміз керек. Және келешек жас ұрпаққа үлгі ретінде айтуымыз керек. Табылды ағамыздың аты алты арашқа жайылды. Өзінің артынан үлгі тұтатын, өзінің өнер сүйер жас ұрпақтары бар. Міне бүгін ашылғалы отырған ескерткіш соның бір куәсі деп білемін. Қадірменді ағайын, жаңа айтқандай, біздің Мұрат Мөңкеұлы ол азаттықты аңсап өтсе, азаттығымыз табылды емес пе? Қазір міне тәуелсіздігіміз өз қолымызға жетіп, көк байрағымыз аспанда желбіреп жатыр. Ал Табылды ағамыздың аңсағаны ол биіктік. Міне ескерткіштің жанында да ол кісінің биіктігін жазып қойған. Бұл еліміздің бұдан ары қарай биіктеп, шаңырақтап, ешқашан тәуелсіздігіміздің тұғыры жығылмасын дегені. Сондықтан да қадірменді ағайын, әрқашан тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Осы еліміз үшін өзінің терін төгіп кеткен ағаларымыздың бізге аманат қылып кеткен тәуелсіздігін қорғай білейік. Әрқашан ұлы тұлғалардың рухтары биікте самғай берсін. Рахмет. Бозбала шағының өзінде мен қазақпын деп жаһанға жар сала жырлаған жалынды ақын, өзінің кіндік қаны тамған, өмірінің соңғы күндерін өткізген туған топырағында
ескерткіш бой көтерді. Кейінгі келер ұрпақ үшін сырлас болар рухты әуендер осынау алаңда шырқалар сөзсіз. Табылдыда ерекше дарын иесін ұрпақ жадында, халық есінде қалдыру үшін орнатылған кіші сәулеттік өнер композициясының авторы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі, мүсінші Мұхамеджанов Бақытбек Ақажанұлы. Сәулеттік өнер композициясы Табылды ақынның 45 жасында өмірден өтуін білдіретін 4,5 метрлік гранит тасқа жазылған өлеңі және оның мұрасының кейінгі ұрпаққа жалғасуын бейнелейтін ұшар басында орналасқан құстары. 2 метр 60 сантиметр таза қоладан құйылған ақынның мүсіні барша қазақтың есінде мәңгілікке сақталсын. Қазақтың тұңғыш бардына арналған ескерткішті ашу рәсімін Табылды Аяшұлының рухани досы, әрі үзеңгілес құрдасы Арман Ысқабылұлына және Табылды ақынның бала кезде бірге өскен құрдас досы Талғат Досан Қайыржановна жолданады. Аяшұлы Досымовқа арналған кіші сәулеттік өнер композициясының ашылу құрметіне арналған гүл шоқтарын қоюға рұқсат. Құрметті тұрғындар, мынау ортаны ашуды сұраймыз, фотоға кейінірек түсе жатармыз. Бүгінде киелі өнер бабадан дарыған Табылдың ізбасарлары көп деп саналады. Ақынның өз перзенті Абыл Аяш бастаған талантты әншілердің дені де осы дендер топырағынан екенін айта кету керек. Ал қазір назарларыңызда Табылды ақынның ізбасарларына бұрсаңыздар екен. Ұйықтап кетсек түсімде сәйгүлік көрем. Білемде шабам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан нұрғы көремін заңғарлар қаптап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлғарым арманнан таппақ. Білемде шабам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан нұрғы көремін заңғарлар қаптап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлғарым арманнан таппақ. Аққусыңды мұңғыл күнде айлығы қырау, қай жаққа барып көмемін қайғына мынау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлік ау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге,
түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Мінемде шабам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан нұрғып өтемін заңғарлар қаптап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан таппам. Аққусымды мұң бұл күнде айдала қырау, қай жаққа барып көмермін қайғыны мынау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Қабылдағаннан ізбасарларды рұқсатты оқушымен көрсетіп қойыңыздар ардақтағайын. Науқатан ашайық, тағы да бір қатар өзінің тегін жетісетін алыс жақынан келген ардақты ағайын бар, кейінірек фото суретке түсіріп тапсыздар. Мынаны ортан аша қояйын. Фото отсек тұрақ демесі сөйлейін деп жатыр ол кісілер. Ведущий қабат Телефон тұрады. Телефон кеш. Қазақ баласына таңсық гитара өнерін Дархан даланың жыраулық дәстүріне батыл ұштастырған толағайдарын Табылды ақын дәл 45 жасында күллі халықтың жүрегін жылатып дүниеден озған еді. Бір ғажабы, Махамбет ақында қазан айының осы күндері Қаройда қайғылы қазаға ұшыраған деседі. Табыл ақынның достары атынан қазақтың көрнекті ақыны, Махамбет сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері Светқали Нұржанға сөз беріледі. Ассалаумағалейкум, ардақты атыраулықтар, иіндерліктер, меймандар, елдің, өлкенің басшы-қосшы азаматтары, бүгін қасиетті иіндер топырағы дүбірлеп жатыр. Ол дүбір жүрегімізде, құлағымыздан өтіп жүрегімізге жетіп жатыр. Ол дүбір кешегі сонау қарға бойлы Қазтуғанның тұлпарының дүбірі, адыра қалғыр ұлғын үстеп кеткен. Ол дүбір Жиембет ұлы еңсегей бойлы ересім сені есірткен есілде менің кеңесім деп тапсынған өр Жиембеттің ақтығы Ақсерке абыздың сам түбіндегі күбірі. Ол дүбір кешегі Исатай Махамбеттің қаны кеппеген қылышының сыңғыры. Ол дүбір мынау ескерткіш болып алдарыңызда қайтадан оянған Мөңкілі Мұраттың қасиетті жыры. Мен өткенде Нұралы Әжіғалиевтің 80 жылдық тойында сөйлеген сөзімде айтып едім. Ағайын, Махамбеттің басын кескен күні дүниеге Мұрат келді. Ағылман насихат сүгірұлын жүректен атқан күні дүниеге Нұралы келді деп. Қасиетті қанымыз Кенесары Сарыарқадан ауған күні дүниеге Құнанбайдың абайы келген. Міне сондай бір заңдылық бар. Кеше біз бір базын айтайын, орталарыңызда тұрмын ғой. Біз алыптарды туамыз, өлсе жоқтаймыз, жоқтай аламыз, бірақ сақтай алмаймыз көбіне. Міне бізге Табылдың тас мүсіні емес, ортамыздағы қас мүсіні керек еді. Өкінішке орай қыршыннан қиылып кетті Махамбет өлген күні.
Сондықтан енді мен дәл сол күні осы қасиетті топырақта тағы бір Алаштың аршыланы табыл өлген күні дүниеге келгеніне күмәнім жоқ. Сол баланы сақтайықшы. Табыл айтатын, мынау дендер дегеннің сөздің, иіндер деген сөздің мағынасын ақыр қоймай таптым ақсақалдардан. Мынау иін, жайықтың иіні, мына жағы өр, иінді өр деген сөз екен деп, иіндер. Сол иіндердің жағалап жүрмін жайықты деген топтамадан иіндердің иіні деген бір өлең оқып берейінші. Ұйықтап кетсем бір күн оянбай қалам. Дүниеге таудай ұлдар әкелген табылды досым. Иіндер, сені қайтейін, талантты мал сұрып, тағы да талапты жаншылып, тағы да танмап жұттың сен табылдылыңды. Жұмыстан емес, ол бүгін абақтыдан шығып, үйіне кіре берді де талып жығылды. Қама деп бұйрық бергесін кеңселік бүлік, Мұқағалидан жасы да аумай сұлбасы, гүрсете қалды теректей теңселіп тұрып дүрсете қалды. Ақынның таудай тұлғасы, тірі көрместей талантқа қитыға депті, төлеңгіт төрде қатесіз қол қоя алмайтын құлаған ақын мәңгілік ұйқыға кетті. Ұйқыға кетіп тыншыды ол, енді оянбайтын. Таудай тұлғаны қамадық терең қып көрге, құбылаға бұрды жүзін ол қырын көсіліп, төренің тағы тиген соң төлеңгіттерге жатады солай, үкімсіз құнын кесіліп. Ерлерің опат, қылышын қайраған кекке, тап келдік тағы заманға қаталды үкімді, төредейміз ау, құл төре Баймағамбетті, қалыппе даяп кепкеше Махамбетіңді. Шенге құлдардың шекпенін мүлдеге дұрап, жендеттерді отыр қорғаған тербетіп тақта, тәкаппар тәнін ақынның түрмеге қамап, азат рухын бір жола көрге тықпаққа. Үкім кеседі жынына қарыққан шобыр, ақырғы сәтте көзіне қиын елестеп, ақынын құлғып қоя алсақ, халықтан тобыр жасай салуда ойлайды қиын емес деп. Жасындар тағы жайықтың тұтат ағашын, бетпаққа басын имес боп күйіндер сері, туып ап таудай ұлдарды жұта саласың. Иіндер сені қайтейін, иіндер сені, зыңыранын мен зытымға қайқайды жасын, қайтейін сені деп бекер кіжіне берем. Айдынға төніп теректер шайқайды басын, жапырақ жас боп жайыққа үзіледі өлең. Рахмет. Табыл ортамызға тас мүсін болып тұрды. Оның әні мен жыры күллі қазақтың енді келер ұрпағының жүрегін тербейді. Аман болыңыздар. Рахмет. Құрметті аудан жұртшылығы мен қонақтары, туған даласына өнердің шыңы боп мәңгілік орнаған табылды есімін ұлықтау келесі күндердің еншісіне аманат. Келесі жылы ардақты ақынның туғанына 55 жыл толады. Аяулы перзентімен туған халқының жады мәңгі бірге болатынына сенеміз. Баршаңызды бүгінгі қос бірді еңселі ескерткіштің бой көтеруімен шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір мәдениет үйінде өтетін Мұрат Мөңкеұлы мен Табылды Досымовқа арналған ұлылық үндескен күн, Мұраттан Табылдыға дейін атты мерекелік концертті тамашалауға шақырамыз.